Мұхидин аға, болды, мен самолетті ұшаттым біле. Құда қаласа, иншалла. 11 апрель жолғабыз. Жақшы, елге азыр күшірді. Не керек, шоу керек, шоуның біз көшті, иншалла. Просто бұл спорт, бұл достық, қазақ, қырғыз бір туған. Мен сізді сөйлеймін, мен сізді мұрынтан еле таныймын, мен сізді көріп тұрам. Ошо себептен именно сізге ответ қылдым. И башқа Қазақстанда жаңағы Жуман аға, Беркелерді деле сөйлеймін бардығынша. Просто медиа жақтан қарағанда сіздікі маған выгодно, медиа жағыңызша. И берки Мұратбек, Қасымбек, Жумабек бардығын сөйлеймін. Чисто спортивный интерес. И сізді сөйлеймін. Неге дегенде сізді көбірек медиа. Ошо себептен біз сізді таңдадық и жақсы түсінесіз бұл атмосфераны. Ошо себептен иншалла 11-де жолығабыз аға. Мінекей бауырлар достар, мінекей Марсель жаңа видео жүріп жатыр. Марсель, біріншіден саған айтарым, мынау ұшып жатқан баратын жеріне аман есе Алла қолдап, аман есен жетіп ал. Енді мен айтайын деп жатқан бұл жерде мына Марсельді біріншіден мен өзім өте қатты былай адам ретінде сыйлаймын. Өйткені сөйлеген сөзі мен әрдайым тәрбие деймін ғой, тәрбие деймін. И мен спорттың жалпы мынау медиа саласында жүрген боецтерге мен басқа деңгей, басқа уровеньді көрсеткім келіп жатыр да. Неге десеңдер, өйткені мынау медиа саласында жүргені болсын, профессиональный спортшылар болсын, олар не істейді? Олар бір-бірлеріне грязь жасайды, чтобы ел халықтың көзін ашу үшін бір жерлерін ашып атады, бір жерге бір тоңқайып атады, ұрып атады, из-под тишка, из грязи, князи жасап атады. Неше түрлі жаман нәрселерде боғауыз сөздер, ол дұрыс емес. Ол қаншама мыңдаған, миллиондаған жастар сендерді көріп отыр. Сондықтан ол спортсмен деген ол, мен өзім спортсменмін, мен өзім қазіргі уақытта бапкермін, қайтадан мінекей спорт саласына келіп отырмыз. Мен өзім қаншама балаларға тәрбие беремін. Мен өзім осы спорттың арқасында мен тәрбиемен өскен адам. И біз осындай бізге балалар қарап, жастарға біз үлгі болып жүргеннен кейін біз дұрыс нәрсені насихаттау керекпіз. А то бізді көріп отты, сосын каждый второй айтады, мынау тупой екен ғой, мынау таза, мынау екен ғой, миы жоқ, басы жоқ, ақымақ, мынау таза бір бәле екен ғой деп, сосын жүресіңдер, кім тупой, спортшылардың бәрі тупой дейді. А мы должны показывать с другой стороны, что спортсмены это не только воспитанные, культурные люди, но еще и образованные. Басқа жағынан көрсету керекпіз да. Бұл сөйтте мен соны көрсетейін деп жатқаным, осы айтайын деп жатқанда осы. Сосын жаңа Марсель жайлы айтып отырмын, Марсельдің жағы мен сыйлайын, құрметтейін деп жатқаным, мен бұл жігіт маған сразу Мұхит аға деп шықты ғой маған. Мен сонысына риза болдым да, Мұхит аға деп шықты да ол маған. И өзімде видеоларында көріп отырсыңдар ғой, біз бір-бірімізге деген қандай құрмет, қандай сыйластық. Мен бұл жігітті көрген жоқпын. Мен вообще білмеймін бұл жігітті. Міне интернет арқылы общаться етіп жатырмық та. Ең бастысы жаңа айтайын деп жатқан, интернет арқылы общаться етіп жатыр. Көзбе-көз көрген емеспін. Кеше Еркебұлан Тоқтармен шықты. Сол Еркебұлан арқылы мен оны таныдым. Сөйтіп мен осындай вызов тастадым, вызовымды қабылдады. И осылай интернет арқылы араласып жатырмық та. Не деген бір-бірімізге деген құрметті аға іні. Міне осындай болу керек та. Уважение болу керек та. Спортшылар и көрген адамдарды айтады да, базар жоқ, мына екі жігіт қырғыз елін таза бетке ұстар, қырғыз елін таза бетке ұстар азаматтардың мінекей жігіттердің бірі міне осындай болу керек дегенде Марсель сияқты. Міне Қазақстанда міне Мұхит ағайымыз бар, мінекей не деген бойға, не деген қызықтыру, не деген мысалға екеуі бойға не деген былайша айтқанда подход жасап жатыр дейді. Міне оказывается так можно. Оказывается можно без грязи, без ничего. Бір-бірімізге не сен бүйтіп жүреме, үйіне барып, болмаса жатқан жерің гостиница барып, из-под тишка ұрып, мен сен бүйтіп жүрем, құлап жүрем, мен сен бүйтем. Ну зачем это надо? Это некрасиво, это спорт. Жаңа Марсель жаңа айтып отыр ғой, Марсель жайын үшін рахмет біріншіден, үлкен сенің жаңа құрметіңе, сыйластығыңа, Мұхит аға деп отқан сөзің, я тебя уважаю, родной, мен сені сыйлаймын. Сен айтып отырмын ғой жаңағы өз елінің действительно қырғыз елінің азаматтары қандай болу керек деген кезде мен мысалы Марсельдей болсын айтады ғой, бір елдің қандай да бір елдің ұлттың мысалға жаман жағын көрсетіп қойса бүкіл ел жаман екен деп айтып келеді да. Сондықтан ол енді бес саусақ бірдей емес қой. Сондықтан жақсы жағын көрсетіп отырсам вообще күшті да. Қырғыз жаңағы бауырларым Марсель өз жақсы жағын көрсетіп отыр. Мұхит аға осылай мен сізді сыйлаймын туда-сюда. И за счет Марселя
И біз айтамыз да, қырғыз елі красавчик міне. Қырғыз елі воспитал такого вот пацана, такого жигита, как Марсель. Сол үшін мен бере тағы да айтайын деп отқан, Марсель бауырым жанына саған үлкен рахмет. Жаңа медиа жағынан деп жатсың ғой, мінекей мен саған қаншама жігіттер мен айттым ғой, жаңа қаншама жігіттер, жаңа боецтер бар, басқасы бар, жаңа вызов тастап жатыр қазір. Бізге ана кезінде Еркебұлан Тоқтарға кезінде емес, осы уақытқа тастайды ғой әлі де. Жаңа Еркебұлан Тоқтар Өзбекстанна Еркебұлан Тоқтар видео ташлаймын деп мысалға. Сол сияқты қазір мінекей әр нәрсені өз уақытысымен ғой, Аллаға шүкір, Еркебұланда әлі талай бағындыратын биік шыңдар өте көп иншалла. Мінекей Еркебұлан себепші болды, мінекей сен де қазір Марсель қайдасың, Марсель вызов ташлаймын деп. Сияқты қазақстандықтар жаңа өзбектер кезінде Еркебұланға вызов тастап жатса, қазіргі уақытта қазақтардың бәрі қазір Марсельге вызов тастап жатыр. Мен дұрыс айтып жатырмын ба бәрін, Коля? Дұрыс. Сол сияқты мінекей бәрі айтып та жазып та жатыр 2026 жыл Қазақстанда Марсель жылы деп. Сол сияқты осындай Марсель жылдары көп болсын, Қырғызстанда Марсель жылы болсын, иншалла осындай жақсы күндер ұзағынан болсын бауырым. Саған тек қана сәттілік, я тебя уважаю как мужчину, как джигита. Бізде бұл чисто мысалға бұл келетін болсақ, бізде тек қана спорт қой, спорт. Мен бағана Марсельдің өзіне де айтып жатырмын, жазып жатырмын, Марсель жаныма шейін өзіне личкасына шығып жатырмын да, я тебя уважаю деп жатырмын да, Құдай қаласа Алла бұйырса екеуміз шығамыз. Үлкен шоу, үлкен бокс кешін Құдай қаласа істейміз, жасаймыз. Ол рингтен шыққаннан кейін де мен саған аға болып қаламын, сен маған іні болып қаласың деп жатырмын да. Біз қырғыздар, қырғыз бауырларым жандеріме қаншама қырғыз бауырларыма қолдау көрсетіп, қаншама қырғыз елінде маған жазып жатыр, мен личкама жазып жатыр. Қырғызстан, мен сендерді жақсы көремін, Қырғызстан, мен сендерді өте қатты сыйлаймын. Мен бағана айттым ғой сендерге, ана видеомда айтқам, қырғыздар маған өте жақын, мен туған қырғыз бөле ағам бар. Сонда қырғыз мен бөлелерім. Рахмет қолдауларыңа. Алла амандық берсе, Қазақстан болып, Қырғызстан болып, иншалла осындай спорттың арқасында бір-бірімізді өсірейік, бір-бірімізді көтерейік иншалла. Қазақтар қырғыз бауыр Марсельді көтерсін, қырғыз бауырлар мұхит ағайларын көтерсін иншалла. Біз тамаша жекпе-жек көтереміз, көрсетеміз. Bu yerде әріне қызық болып жатыр. Сосын жағы айтарым жағы Қырғызстанда жағы Марсельді айтып жатыр, мұхит ағай мияқта сізді кезінде, сіздің кезінде боксысқан жігіттердің бәрі сізді айтып жатыр, мақтап жатыр, туда-суда. Мұхит ағаң опыт аласын, тәжірибе аласын, бойдың исходы қандай болса да, ол ұтса да, мен ұтылсам да, болмаса мен ұтсам да, ол ұтылса да, біз бұл жерден жаман болмаймыз. Марсель менімен осындай мықты жігіттермен какой-то бір клоундармен төбелеспей, осындай мықты опыт, вагон опыты бар осындай жігіттермен бокстасып, мысалға кеше Еркебұлан допты, Еркебұланнан мықты тәжірибе жинады. Ертеңгі менен шығып, мені ұтып кетіп жатса да, менен ұтылып жатса да, ол мықты тәжірибе жинайды. Ол рас, во-вторых, медиа жағын айтып жатыр. Медиасы вообще көтеріледі, бомба болады. Үшінші жағы иншалла ақша табады, жағдайын жасайды. Ата-анасына, жақындарына, туыстарына көмек, поддержка, финансовый жағынан бәрін жасайды. Бұл жерде біз чисто мінекей алға дамудың жолын іздеп, әйтеуір біздің келетін қолымыздан осы, Марсельдің қолынан келетін осы, менің қолымнан келетін осы, біз қолымыздан не келеді? Біз мінекей адал еңбек, адал тер, қан деген сияқты мінекей біз осыны істей аламыз, и халыққа біз осы үлкен шоуды бере аламыз деген мағынада сендерге айтып жатырмын. Марсель, жаным үшін бауырым, давай, саған сәттілік. Сосын тағы да бір айтарым, жігіттер біреулер жазып жатыр, ол Марсельді ертең ұтып аласың, біреулер жазып жатыр, Марсель сені ұтып алады деп. Бұл жерде спорт жандарым үшін. Мен бұл жерде айтайын деп отқан, мен Чингаркин өмірі кимеген. Мен айттым ғой, бокс ережесімен болса, базар жоқ, бокс ережесі бойынша мен Марсельді былайша айтқанда енді ему шанс нет тут бокстың перчаткасымен. Но Чингаркин егер мен шығаратын болса, ММА-ны Чингаркин. Здесь уже вопрос другой. Мен Чингаркинмен өмір шықпаған бұл жерде. И мен білмеймін өзі қалай болатын. Мен өмір бақи мен ойланайыншы, өмір бақи мен мына перчаткамен келе жатырмын, отыра берсең. Өмір бақи мен мына перчаткамен ұрып жатырмын да, мына қараңдаршы, мына бетке қалай келді, мына бетке қалай келді. Но почти жұдырық. Так что здесь исход 50 на 50 бұл жерде. Тем более Марсель постоянно төбелесіп, ай сайын шығып жүрген бала, а мен 39-дағы былайша айтқанда уже, былайша айтқанда старый волкпыз ғой. Тем более өмір бақи мынаны киіп, мен ай сайын төбелесіп жүрген жоқпын ғой. Қайтадан қазір мынау үлкен рингке, үлкен медиа саласына келіп жатқаннан кейін хочу что-то новое попробовать, хочу что-то новое ощутить деп, өз-өзім бір жеріне адреналин іздеп, мынаны тауып алдым да, и мынамен шығайын деп жатырмын. Маған без разницы деп жатырмын, мынау деп. Сол сияқты Құдай қаласа, мынау болатын болса, мынамен шығатын болсақ, Марсельмен, здесь, конечно же, вопросы, әңгімелер совсем другое. Здесь 50 на 50. Я могу упасть, он может упасть деген сияқты. Но самое главное, то, что я обещаю, это вам, всем нашим зрителям, кыргызским братьям, казахским братьям, я и Марсель, мы дадим вам шоу, мы дадим вам огонь, мы дадим вам кровь, мы вам дадим такой зрелищный бой. Это будет незабываемый, и этот бой киргизский народ, казахский народ будет
помнить годами, иншалла, будет помнить годами. Мінекей, қырғыз бауырлар, қазақ бауырлар, екі жігіттің арқасында осындай керемет кеш, осындай керемет бой, жекпе-жек, той көрсетті. Бәрімізге той болды ғой ол деп. Қырғыз қазақ бауырларымыздың арасындағы еще біздің қазақ қырғыз бір туған дейміз ғой. Соның мәңгі болуына біз осы Марсель екеуміз Құдай қаласа осы жолда қосып, осынау одан да қатайтамыз екі елдің қасындағы ағайын бауырмашылығымызды. Сол жандерім барлықтарын жақсы көріп, Марсель, давай, родной, газ ғой, газ, иншалла. Қырғыз елі, қазақ елі, алға.